Жаңа атақты Бұқар бабамыздың сөзі бар, өлеңі бар. Керей қайда барасың деген. Керей сол бір ағайын көкпелеп көшіп бара жатқанда сонда тұрып жаңағы мен арғын деген арыспын, азуы керек арыспын. Сен бұзау теріс шөшіксің, мен өгіз теріс талыспын дейді. Өгіздің теріс талыс. Сонда бөлінгенді бөрі жейді, жарылғанды жау алады. Ел аман жұртынша неге елдің көшесін деп сол бір ауыз сөзімен өлеңін тоқтатқан екен Бұқардың. Жаңа тікелей эфирден кетіп жатыр. Сол кезде ойыма бір Нұртас Исабаев деген ақын қызылордалық. Сол 5-ші класс оқып жүргенде бір өлең жазады. 5-ші класс оқып жүргенде. Осы біздің заманымызда. Сонда бір Ғафур Ибрагим, ұмытпасам, сол кісі райком бірінші хатшысы екен, қызметтен түседі да, соның басқа жағы көшетін болып, бүкіл ағайын туысын шақырып, кетерек шайын береді. Жүгін буып түйеді. Сол кетемін деп елдің бәрін қоштасып отыр. Сол кезде аудандық газет түсе қалады ғой, жаңағы сенің Нысанәлиев Байзақ ағаның өлең ұқсап. Қараса, бір кішкентай өлең, Бозторғай деген өлеңді оқиды. Соның өлеңді оқыса, ана кісі әсерленеді да, сол 5-ші сыныптың оқушысы жаңағы өлең жазған. Содан кейін үйіне звондайды жаңағы, оның да әкесі қызметкер екен. Сөйтіп, сіздің осындай балаңыз бар ма дейді. Бар. 5 оқиды. Ақын екен ғой, білмеймін бірдеңе шафып тұтып жүретін дейді. Ой, ақын екен ғой, ана баланың өлеңі маған ой салды. Соны мен көшу тоқтаттым деп сөйлейді. Қалай дейді. Сонда өлеңі мынандай екен, 5-ші класс оқитын Нұртас Исабаевтың бұның ағасы айтып берген естелік еді. Ол кісі бар қазір. Мөдеп болып қалды енді. Алла өмір берсін. 70-тен асқан кісі ғой қазір. Сонда ана суық торғай дейміз, кішкентай ғана торғай, басқа құс жоқ қой. Қарлығаштар, қаз үйректер жаз қуып, ұшып бәрі жылы жаққа кеткенде, о бозторғай қалдың неге жалғызақ, бұл мекенге қыс қаһарын төккенде. Бұталардан пана іздеп бүрсеңдеп, бір күн өліп қалмасыңа кім сенбек? О бозторғай, жүрекенсің білмеппіз, жат жерде емес, туған жерде өлсем деп. Туған жерге махаббатың мол екен, соққан жүрек құттай ғана болса да, өлмей тұғын себебің де сол екен, жүрек ыстық басқа жерің тоңса да дейді. Ана өлеңді оқығанда, Шумақ өлеңді оқығанда, 5-ші кластың баласының өлеңін оқып, райкомның секретары, қазіргі ауданның әкімі ғой, көшіп тоқтатқан ғой. Мен кетсем қызметте келіп, мен туған жерім ғой, өлсем осы ел көмеді, мені кім бір қуып жатыр ма? Деп, буып түйіп қойған жүгін тоқтатқан. Міне біздің заман, сөздің құдіреті. Екі ауыз сөзбен ердің құнын шешкен қазақ. Ата ауыздығымен су ішкен, ер етегімен су кешкен алмағайып заманда, жер дауында, жесір дауында да тек қана сөзді құдірет тұтқан. Сөз қару, сөз кие, сөз құдірет, сөз өнер дейді. Өнер алды қызыл тіл деген сол бізде. Бүкіл өнердің жаңағы ең биігі шыңы қызыл тіл ғой. Сондықтан жаңағы аталы сөз қарсыз ғана тоқтамайды дейді, Абай атам айтса. Хақ сөзді бала айтса да тоқтамақ керек деген. Жасы кіші демеген ақыл астағы ғой, қой асығы демеген қолға жақса шақа ғой дейді. Атақты Аққошқар би бір құндауына келгенде соны Шәңки би айтты деген сөз бар. Уа Аққошқар, Аққошқар, кере-кере сөйлесең келін дауы келер жылы бітеді. Келісімен сөйлесең екі ауыз сөзбен ердің құны бітеді. Келіс алмай керісе берсек, ерден қадір, елден береке кетеді деген екен дейді. Бір ауыз сөзбен. Сонда жаңағы міне тура биді туған жоқ, туғанды биді иман жоқ дейді. Сонда қарақылды қақ жырған төрелік, әділдік, шіркін қазір болса ғой осындай. Қазақ абақты салмаған, түрме тұрғызбаған, милициясы жоқ, соты жоқ, прокуроры жоқ, түрме жоқ. Неге? Би тура биде туған жоқ. Бейіна туысы мекен демейді, тураса бұрмайды, қарақылды қақ жарып, теңге бөлгенген керек па өзі құнға жығат, төлетеді, ру болып төлейді, шамасы келмесе. Сол ру алады, әулет алады. Ол мүмкін қалтасы көтере алмауы мүмкін, ана құныкердің, күнәқардың. Бірақ оны соның елі жұрты болып, соны көтеріп алатын болған.